Дударайды негізгі Мәриямның әні деп жүрміз ғой. Сосын екінші авторы бар, Үлебай деген кісі. Ол да осы Қорғалжының адамы, жаңағы Дудармен бірге жолдас болған. Сол Дударға қалжыңдап шығарған әні ғой. Мәриям енді Дударға ғашық болған. Дудар сұңғақ бойлы, бұйра шашты жігіт екен. Сондағы шығарған әні, Үлебайдың әні. Бірақ мұны Мәриямның әні деп сол уақытта Мәриямға салып жүргенде, кейін Мәриямның атында Дударай операсы шықты. Бұнда да жаңағы екі халықтың, екі ұлттың, орыс пен қазақтың бір-біріне деген интернационалдық көзқарасы, ықыласы жақсы деген мағынада шығарған дүние. Содан келгеннен кейін ол Мәриямға жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, еңбек сіңірген атағын берген. Сосын келіп осы жерде Қорғалжында Мәриям той жасап, ай Үлебай аға, осыны даңқын шығарған өзің ғой, бәріне әйтпесе мен қайбір әнші едім деп жаңағы иығына шапан жапты деп сөйлейді. Сол Мәриямның ұрпақтары келді, осында болдық. Енді жаңағы Үлебайдың да ұрпақтары келді. Бұлар айтып отыр, біз енді таласпаймыз. Үлебайға ән алып берді, бірақ халық ел білу керек. Енді Дударай әні қалды ма? Енді қалсын, тарихта 100 жылдан асып кеткен дүние, енді оны қайтадан жаңғыртып, автор бұлай екен деп, бірақ халық ел білу керек, шындықты деп осындай әңгіме болды, сөйтіп мәмілеге келген болатынбыз.